Сәлем достар, Настолько World арнасына қош келдіңіздер. Және достар, активті көтеріп, мені 400 подписчикке жеткізіп тұрсаңыздар, бізде бүгінгі видеомыз қолғанат қыздың 4-ші бөлімі, яғни бұл бізде соңғы бөлімі болатын болады. Арнама тіркеліп алатыныңызды бастап комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және достар, біз видеомызды бастайық. Болды, проблема шешілсе болды, енді ұйықтайық. Қызым жатайық, анаң өзі жинап алады. Жарайды. Қызым екі күн түсіп кетті. Жай ештеңке. Егер қызым бірдеңке болса, маған айтмақ ма? Жарайды. Жақсы жүре ғой қызым, біз ұйықтайық. Бәрібір менің қызым бәрібір жұмыс істейді, ұқтың ба? Жұмыс істемейді, мен айтқаным болады. Қызым бұл күн кейін түсірмеші жаным. Просто сенің жұмыс істегенің маған ұнамайды. Сен мен үшін кішкентайсың. Өзің де білесің ғой, енді мен үшін сен кішкентайсың. Бұл қызым жұмыс туралы мүлде вообще сөйлеме. Яғни вообще маған айтпа жұмыс туралы. Жарайды. Сіздің айтқаныңыз ақ болсын. Бірақ іштей мен жұмысқа тұрғым келеді. Жарайды, мен светтерді сөндіріп ұйықтайын. Түф, осы үнем істеді ғой. Ана қыз әлі ұйықтамаған шығар, мен оған жуғызайын тастарды. Ей қыз, неғып отырсың, а? Бар, тастарды жу. Жоқ, жуылмаймын, мен шаршап тұрмын. Настроением барлығы түсті. Өзіңіз жуа салыңызшы, әйтпесе қазір әкемді оятамын. Мә, қарашы бұл қызды. Маған мінезін көрсетеді ғой. Түф, мен де жуылмаймын. Өздері жуып алсын, керек болса. Түф, жынды ғой, менің бүкіл нервімді қоздырды. Болды, енді ұйықтайыншы, ұйқым келіп кетті. Так, тез киімімді ауыстырып ұйықтайыншы, бүкіл нервім кетті ғой. Таң атқан соң. Мен әкенестім. Бүгін менде дейтін жұмыс жоқ. Менде бүгін жақсы демалатын болдым. Бүгін вообще-то бір басқа киім киейінші. Так, мына киімімді киейін. Бүгін газет келмей ме? Сол газеттерді оқып, тыныш отырайын. Қызым ұйықтасын. Осы үйім екен. Түп, жарайды. Барайыншы, бүгін жұмыс істеуім керек қой. Тук-тук. Мәссаған кім келіп тұр? Жарайды, барып ашайыншы, мүмкін газет алып келген шығар. Бүгін газет келмей ме? Ой, газет келдіңіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, көкей? Не? Я газет алып келдім, мінекей. Рахмет. Сау бола ғой, рахмет. Жақсы, көкей, сау болыңыз. Сау бола ғой. Мә, ана қыз деген қиын, жақсы қыз сияқты. Жарайды, жақсы болды ғой, ішім пысып отыр еді. Газет оқиыншы, бүгінгі жаңалықтарды оқиын. Мен кішкене өзгерейінші. Мына қызыма да көп көңіл бөлмей кеттім. Күйеуімде дұрыс айтады. Мен соңғы кездері прям жаман өзгеріп жүрмінші. Жақсы, бұрынғы айдаға оралайын. Осы киімімді киіп алайыншы. Не үшін жұмыс істейді мына менің алтын қызым? Күйеуім онсыз да жұмыс істеп жатыр. Одан да қызым демалысында. Жақсы, онда мен таңға жасай берейін. Кішкене қызымның настроениесін түсірмей, одан да көңіл көтеріп, күшті нәрсе алып бермеймін бе?
Мен саған ана не болған күлімсіреп жүр ғой. Жоқта бірдеңе болды. Жүреді қойшы, осы газетімді оқып отыра берейін. Мен саған жоқта әкесі продукт алып келген бе? Жарайды. Осыны подружкам екеуміз жегенше қызым екеуміз жемейміз бе? Жақсы болды ғой. Жарайды. Бүгін онда. Бірақ мен қызымды ренжітіп алдым ғой. Қаншама күннен бері тиісті мазасын алып жүрмін. Бірақ менікі де дұрыс қой енді. Жарайды. Неменеге өкпелініп тұрман, оны таңға сайындап қызымның көңілін көтерейін. Мен саған уже столды жасап қойып едім. Өте әдемі болып шықты ғой. Жарайды. Барып қызымды оятайын, содан кейін бірақ әкесі шақырамын. Қызым. Не болды? Бірдеңке болып қалды ма? Тағы таңға дайындайын ба? Жоқ қызым, мен өзім дайындадым бүгін. Не? Өзіңіз дайындадыңыз ба? Барын күйдіріп, сөйтіп алмадыңыз ба? Әйтеуір, сізді білемін ғой, күйдіріп алатыныңызды. Қайдаған айтпайшы, орнында бір киіміңді киде жүр, сосын мен саған көрсетемін не дайындағанымды. Жақсы, қазір кетіп барамын ғой. Жақсы, мен сені асыға күтемін. Әкесі жүр, таңға сайын. Саған өзі не болып жүр? Бүгін соңғы кездер өзгеріп жүрсің ғой, прям жамандай. Енді көзіңді жым. Ойбай, жарайды, жымды ма? Қазір енді жүр. Шынымен анам дейін соңғы кездер прям өзгеріп жүр. Так, мына киімімді кимей қойайыншы. Так, осы бір киімімді кие салайын. Болды, осы әдемі көрінеді. Мен өте әдемі болып кеттім ғой. Өзімді слишком мақтап жіберген сияқтымын. Одан да барайын тезірек. Алаңшым бізді жинап қойдыңыз ғой. Мен саған бізге жұмыртқа қуырып тастайын, ал қызыма печенье жасағансың ба, әлде сатып алғансың ба? Ой, арнайы өзім сатып алып келдім. Қойыңызшы. Я, шынымен, сіз соңғы кездер прям өзгеріп жүрсің бар ғой. Енді мен сендерден бірдеңке айтайын деп едім. Ана бағанағы, яғни кешегі жасаған бүкіл қылығым маған өзіме жаман болды ше. Прям мен түнде ұйықтай ала алмай жаман түстер көріп, сөйтіп қиналып кетіп ше. Сендерден прям кешірім сұраймын. Енді менікі әрине дұрыс болмады. Қызымыз екеуміз үшін де кішкентай ғой. Ол өзі үшін үлкен болса, біз үшін кішкентай енді. Менікі де онша қатты дұрыс болмады. Кешірім сұраймын. Енді менікін де кешір енді қызым. Жаным, мені де кешір. Мен де шектен тыс шығып кеттім. Дегендей, сосын мен сенікі де дұрыс, білем. Сенікі де дұрыс, өйткені қызымызда барын үйрену керек. Ол да білесің ғой енді. Ол да барын үйреніп, ол да өсіп келеді, білесің. Менің де кешір. Жақсы. Енді татты өмір сүреміз бе? Мен үшін жақсы болды ғой. Жақсы, мен сіздердің барлықтарыңыз екеуіңізді де 50-50 барлықтарыңызды бірдей жақсы көремін. Мен де.
Ал достар, осымен бізде қолғанат қыздың төртінші бөлімі, яғни соңғы бөлім аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Артыма тіркеліп болаттарыңызды басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және келесінде қандай серия шығарайын, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен алдағы уақытта бір жатақхана либо отбасы деген бір сериал шығаратын боламын. Қайсысын шығарайын, отбасы или жатақханасы. Достар, сау болыңыздар. Мен сіздерден актив және қолдау күтемін.